Аңға бара жатырмын. Аңшы, мылтығың қайда? Менде мылтық жоқ. Міне, таяғым бар. Сені таяқтың ағатайын деп жүрмісің? Мына жылына бір рет таяқта аң аулайды дейді. Онда неге бүгін аң атып жемешін? Көтір қолыңды. Түстің бе қолыма, Енді сенен 5 бармақ жасаймын. Қоян тұстың опаңа екен ғой. Бұрын неге осылай жасамаған? Міне, қазір тағы барып, 5 қоян тұстап алам. Оларды апарып, базарға сатып беріп, тапқан ақшаға мылтық алам. Пулемет алам. Пулеметпен қоян ату ыңғайсыз ғой. Одан да қасқыр аулаймын. Мыңын атып алам. Мен әрине атақты аңшы, батыр болып шыға келем. Жұрт маған сонан соң асыл тұқымды тұлпарларын сыйға тартады. Тұлпарға мініп алып, ағыз батыр болып, алайда шапқылаймын, бұлайда шапқылаймын. Күндердің бір күні ханның қызы мені көріп, ес-түсінен айырылып, маған ғашық болып қалады. Содан соң ханның өзі тағынан түсіп, орнын маған береді. Бақытты ғұмыр кешіп, мен ұзақ жыл тақта отыратын болам. Содан кейін менің 2 ұлым болады. Сонда мен ашуланып, оңбаған, бұларың не, ят емес пе? Әкемен осылай сөйлесем екен деймін. Қашпашы, қашпа, тоқташы, тоқта. Мен бәрін сонша керемет ойлаттырып едім. Ақымақ басым ай, қиялдап отырғанша қоянды бірден қуырышын көрем. Енді міне не хандық жоқ, не сұлу әйел жоқ, қарын да аш. Ақымақ басым ай. 48-ші сабақ. Однажды кончились у одного человека деньги, взял он тогда палку и пошел на охоту. Бірде-бір адамның ақшасы таусылыпты. Сонда ол таяғын алып, аң аулауға барыпты. Говорят, раз в год и палка стреляет. Так почему же ей сегодня не выстрелить? Жылына бір рет таяқта атады дейді ғой. Онда бүгін неге атып жібермейді екен? Не пустили его к хану, потому что тот молится. Хан Құдайға сыйынып жатқандықтан, оны ханға жібермепті. Как узнал, о чем хан молится, не стал его беспокоить. Стыдно нищего объедать. Ханның не сұрап, сыйынғанын білгенде, оны мазаламай қойыпты. Жарлының аузынан жырып алған ұят қой. Замечтался и зайца упустил. Қиялдап кетіп, қояннан айырылып қалыпты.